Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі қазақ әдебиеті сабағымыздың тақырыбы Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» повесі. Сабақтың мақсаты көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Шығарманың мазмұнын болжамас бұрын суретке қараймыз. Олай болса, балалар, суретте нелер бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, суретте соғыс бейнеленген. Келесі тапсырмада осы суреттерді топтастырайық. Жауыздық, қан майдан, қару-жарақ, батырлық, адам шығыны, өлім. Келесіде Қасым Қайсеновтың қысқаша өмірбаянымен танысайық. Қасым Қайсенов 23 сәуір 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы, 30 желтоқсан 2006 Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы, Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, ұлы отан соғысының ер жүрек батыры, әйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар даңқты перзенті. 1934 жылы мектеп бітіргеннен кейін Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына түсіп, 1938 жылы оны бітірген. Павлодар облыстық оқу бөлімінің саяси ағарту жөніндегі нұсқаушысы болып қызмет атқарып жүргенде әскер қатарына шақырылып, әскери барлау мектебіне жіберілді. 1941 жылы қараша айында осы мектепті бітірген бойда оңтүстік батыс майданының штабына жөнелтіліп, сол жерден арнайы тапсырма алып, Украинаның басқыншылар қолында қалған жерінде партизан отрядын құру үшін жау тылына түсіріледі. Ол жерде Қайсенов Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарады. Одан кейінгі кездерде 1944 жылдың аяғына дейін Молдавия, Чехословакия, Румыния жеріндегі партизан қозғалыстарына қатысады. Қысқаша шығармашылығына тоқталайық. Қайсенов ұлы отан соғысының қиын қыстау кезеңін, жауынгерлердің жанқиярлық ерлігін шынайы суреттеген. Оқушылар жұртшылыққа кеңінен мәлім көптеген шығармалардың авторы. 1954 жылы орыс тілінде «Жас партизандар» атты алғашқы кітабы жарық көрді. Одан кейінгі кездерде Илько Ветряк, Переяслав партизандары, Ажал аузынан, Жау тылындағы бала, Днепрде, Жау тылында деген шығармалары жарық көрген. Келесі тапсырма шығарма кестесін толтырыңыз. Шығарманың аты Жау тылындағы бала. Авторы Қасым Қайсенов. Оқиға болған уақыт кезең ұлы отан соғыс жылдары 1941-1945 жылдар аралығында. Оқиға болған жер Украина жері. Негізгі кейіпкерлер Серік, Анна Ивановна, Борис. Қосалқы кейіпкерлер Константин Иванович Спижевский, Жомарт, Тамара. Негізгі ой балалардың тағдыры және ерлігі. Шығарманың идеясы сұм соғыстың адамзатқа тигізетін зардабы, бейбіт өмірді аңсау. Ендігі кезекте балалар, сұраққа жауап. Сюжет дегеніміз не? Сюжет
өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі. Олай болса, балалар, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін сәйкестендіріңіздер. Оқиғаның басталуы, соғыстың басталуы. Оқиғаның байланысы, анасынан айырылып қалуы. Оқиғаның дамуы, серіктің партизан қатарына қосылуы. Оқиғаның шиеленісі, жауға қарсы келуі. Шарықтау шегі, немістердің ауылдарды басып алуы. Шешімі, ауылды жау қолынан құтқаруы және әкесімен кездесуі. Осымен, балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Рефлексияға білгенім, білдім, білгім келеді. Өз ойларыңызды жазыңыздар.